Саламатсыздар оқушылар. Бүгін жаңа тақырып бастайтын боламыз. Бүгін динамика тақырыбын өтетін боламыз. Яғни өткен сабақтарда біз қозғалыс деген ұғымды қарастырдық жалпы айтқанда. Яғни тек қана қозғалыстың өзін емес, қозғалысты сипаттау деген не екенін қалыптастырған болатынбыз, иә? Яғни кинематиканы тереңнен ашып, тереңнен түсініп, ол қалай, қайда бара жатқан бәрін түсінген болатынбыз. Бізде қозғалыстың түрлеріне қарай, сипатына қарай қозғалыстар бізде бөлініп отырды, иә? Жалпы қозғалыс деген не еді ол кезде бізде? Қозғалыс деген денелердің жалпы айтқан кезде не істеу, иә? Орнының өзгеруі, ол енді бізде тек қана неде ғана кездеспейді ғой, машиналардың қозғалысында кездеспейді, ол бізде өмірде кездеседі, жалпы жануарлар болсын, адамдар болсын, барлығында да ол бізде қозғалыс деген ұғым бар еді. Дұрыс қой? Осы нәрседен енді бізде жалпы қозғалыс не үшін болады деген сұрақтарға жауап бермеген болатынбыз. Соны қазір зерттеп көрсек. Жалпы бізде еске түсірейік, кинематика бізде 4 бөліктен түсіндірілген болатын. Бір қалыпты қозғалыс, айнымалы қозғалыс, еркін түсу, шеңбер оймен қозғалыс сынды тақырыптарды біз не істегенбіз, қарастырған боламыз, иә? Бір қалыпты қозғалысты біз білеміз, яғни ол кезде жылдамдық тұрақты болатын. Айнымалы қозғалысты білеміз, ол кезде жылдамдық өзгеретін, яғни үдеу арқылы өзгеретінімізде. Еркін түсу деуінде бізде жерге денелер құлаған кезде болатын дедік. Шеңбермен қозғалыс дегеніміз шеңбермен дене шеңбермен айналған кезде болады деп айтқан болатын, дұрыс па? Енді бұның барлығы кинематикаға келеді. Негізінен бұны қарайтын болсақ, бізде айтқан жоқпыз ғой, не үшін дене жерге тартылып жатыр, немесе не үшін дене бізде типа үдеуінің өзгеру себебі неден, яғни үдеу неғып пайда болады деген сияқты біз сұрақтарды қойған жоқпыз бұл жерде. Потому что бұл бізде кинематика болған. А кинематика дененің қозғалысының сипаттамасын ғана біз білдіріп кеткенбіз. Яғни қозғалыс қалай болып жатқанын түсіндіретінбіз біз. Қалай? Енді қайда бара жатыр қозғалыс? Оңға солға, жылдам емес деген сияқты мағынада біз түсіндірген болатынбыз, иә? Ендігі тақырыпта біз қозғалыстың не үшін болатынын түсіндіреміз. Яғни біз динамика тақырыбын өтетін боламыз. Дұрыстап қарайтын болсақ, мына суретте бізде кинематика ол жылдамдықтың өзгерісі, яғни жылдамдықтарға қатысты әңгімеде болатын, дұрыс па? Мақта ғана адамдарды қарасақ та өзі көрініп тұр. Ал динамика бізде негізі айтқан кезде осы жылдамдықты тудыратын себептер негізінде айтатын боламыз, иә? Мысалға айтқан кезде қарапайым айтсақ, мысалға тордың несінде қолында несі бар, оның балтасы бар, иә? Балтасы ұшады дейміз, иә? Не үшін ұшады балтасы? Өйткені оны тор лақтырып тұр, қандай күшпен лақтырды деген сияқты мағынада жауап беретін боламыз, иә? Бұның барлығына спойлер десек те болады, олардың барлығы алдағы уақытта түсіндірілетін болады. Кеттік. Ал бізде дененің яғни себебіне келетін болсақ, дененің себебін түсіндіретін нәрселер бірден осы масса кіреді. Масса дегеніміз не ол? Масса дегеніміз дененің жылдамдығының өзгере алу қабілетін сипаттайтын шама. Яғни ол қалай жылдамдықты өзгерте алуына, яғни жалпы айтқан кезде масса мен жылдамдықтың байланысы неде деген ұғым шығады, дұрыс па? Бұл жерде қарапайым нәрсе, масса мен жылдамдықтың тәуелділігі бір-біріне мынада туындайды. Яғни ауыр денені жылжыту қиын ғой, дұрыс па? Ал жеңіл нәрсені жылжыту өте оңай, дұрыс па? Осыған сәйкес жеңіл денелер бізде оңай жылдамдығын арттырады, жылдамдығы оңай пайда болады да, ал ауыр денелер жылдамдығы өте жай болады. Яғни шыбын мен пілдің үдеуін салыстыратын болсақ, шыбынның массасы өте аз, оның үдеуі өте үлкен болады. Өйткені майда нәрсе жылдамырақ қозғалады бізде. Ал пілді айтатын болсақ, пілдің үдеуі өте аз болады, ол жай қозғалатын болады, дұрыс па? Өйткені енді дәу ғой, онда дәу массасы үлкен денелер өзінің денесін қозғалту үшін оған оңай болмайды. Қарапайым ол піл, шыбын демей-ақ, адаммен, мысалға бізбен кішкентай балаларды елестетсек те болады. Яғни біздің өзіміз уже кішкентай балаларға қарағанда андай не істеп қалғанбыз, жылдамдығымыз азайып қалған. Кішкентай балалар тоқтай алмай жүгіріп жүреді, ал үлкендер уже жай асықпай, байыппен ойланып қимылдайтын болады. Бұның барлығы осы массаға сәйкес келеді десек те болады. Массаны негіздейтін формула ол тығыздықты формуласынан шығады. Мынау міне ρ деген тығыздықтың формуласы тұр, міне ρ тең m бөлінген v. Осы жерде массаны табамыз, масса тең ρv деп табылады. Осы жерде ρ деген сол бізде тығыздық, өлшем бірлігі килограмм бөлінген метр куб, v деген бізде көлем, оның өлшем бірлігі метр куб, масса бізде килограмм өлшемін, оны білеміз, иә? Осы міне үшеуіне қатысты белгілі бір формула десек те болатынын көрсетіп тұрған нәрсені. Түсінікті ғой? m тең ρv. Күш бір дененің екінші денемен қайтадан келейік осы жерге, күш дегенге басынан келейік. Енді жалпы күш деген нәрсеге келген кезде біз айтамыз, жалпы бір денеге белгілі бір түрде әсер ету деген мағынаны ашатын болсақ, осы кезде біз күш дегенді қолданады екенбіз. Яғни бір дененің екінші денемен әсері, осы нәрсе бізде күш екен.
Сонда қалай түсінеміз әсері дегенді? Әсер ету дегенді елестетіп көрейікші. Мысалға тұрмын, мысалы мен қазір тұрмын. Мен әсер ететін болсам, мен уже бірдеңені ұстауым керек та қолыма. Мысалға мына ручканы алайық. Ручканы алған кезде мен ручкаға әсер етіп жатырмын, мен әлі де қолыммен есебім ары бері сермеп жатыр екен бұл жерде. Осы кезде мен оған әсер еткен боламын. Яғни әсер еткен кезде бұның мен несін өзгертемін? Бұның орнын өзгерте аламын, оның жылдамдығын өзгерте аламын, оның белгілі бір түрдегі тағы да параметрлерін өзгертуге шамам келеді екен. Бұның барлығы мен күшпен әсер еткен кезде ғана болатын нәрсе екен да осы. Осы әсерлесу бізде күш деп аталады. Күшті біз F деген әріппен белгілейміз. Міне F деген әріппен белгілейміз, оны күш деп атаймыз. Ньютон деген оның өлшем бірлігі, N деген әріппен белгіленді, үлкен N-мен. Түсінікті ғой? Так, кеттік ал. Енді біз есеп шығарып көрейік. Массалары бірдей, күміс және мыс білеушенің тығыздықтары дейді 10.500 және 8900. Күміс білеушенің өлшемі осындай болса, мыстың биіктігі қандай? Егер жаңағы мыстың ені 4, ұзындығы 7 болса дейді. Жауабы 2,5 шығу керек дейді. Так, бұл жақта не айтып тұр? Бізде екі дене бар. Екі дененің массалары бірдей. Массалары бірдей екен. Міне, наныкі күміс, наныкі мыс. Міне, екен. Так, өзгеріп кетті. Сонда, қараймыз. Наның енді массасы деген сөз, ол бағана айттық, масса ол бізде ровиға тең дедік. Наныкі M2 біздікі ода тоже ровиға тең болады, дұрыс па? Енді, так, дұрыстап ойланатын болсақ, наның тығыздығын аламыз да, оның көлеміне көбейтсек, массасы шығады деген сөз ғой, дұрыс па? Енді наның көлемін тауып қандай болса бізде көлемі 2 көбейтілген 5 көбейтілген 6 екен, яқта міне берілген. Барлығы сантиметрмен бола берсін, өйткені екі жақтарда сантиметрлер ескеріп кетіп жатыр. Айналдыратын болсақ, өте майда сан шығып кетеді бізде. 2-ні 5-ке көтеміз 10, 10-ды 5-ке көтеміз 60, 10-ды 6-ға көтеміз 60 болады екен. 60 сантиметр куб деген ұғым шығады. Ал енді наның көлеміне келетін болсақ, бұның көлемі бізде 4 көбейтілген 7 көбейтілген h. Міне биіктігі деді ғой, биіктігі бізде айтылмаған, дұрыс па? Сонда бізде 28 h болады екен. Бұның көлемі болды. Енді бұның массалары екеуі тең болғаннан кейін ρV тең ρV деп екі жақтан жаза аламын. Ρ бізде 10.500 көбейтілген 60 тең яқтікі бізде 8900 көбейтілген 28 h. Үш жерден h-ты табатын болсам 10.500 көбейтілген 60 бөлінген 8900 көбейтілген 28. Үш жерден есем калькулятормен қарапайым аламда бөле салады екенмін. Так, 10.500 аламында көбейтемін 60-ға, бөлемін 8900-ге, оны бөлемін 28-ге. Сонда менде жауап шығады екен. 2-де 52, так, 2-де 53 сантиметр деген ұғым шығады екен. Болды, міне есеп шығардық. Жалпы айтқан кездегі осы массаларды пайдаланудың формуласы ғой енді бұл. Соны түсіндіріп жатыр. Бұл жақта менше екі қиындығы жоқ. Екі тек қана дененің массалары бірдей деген сөзді аламын да, мына массалары бірдей деген сөзді негізге ала отырып, міне формула құрастырып кете берем. Екеуін теңестіріп алып тұрмын ғой, мына жақта массалары бірдей деген сөз үшін. Жалғастырамыз. Өлшемі, мына жақта екі есеп тұр. Өлшемі аквариумге қанша шелек су құю керек, егер бір шелекке 10 кг су сиятын болса. Яғни, осы аквариумге қанша килограмм су кетеді, соны таба салы болды ғой. Яғни, аквариум кететін массасын алып, осы 10-ға бөлетін болсам, менде бірден шығады ғой, жаңағы қанша шелек екендігі, дұрыс па? Шелек саны шықпай ма? Шелек саны. Сонда не істейді екен бұл жерде? Айтады екен, так, екінші септеп қойын, шатас кетпес үшін. Бірінші массасын табу үшін массасының формуласы ρV болады, дұрыс па? Ρ бізде судың тығыздығы негізінен стандарт 1000 болады. Сондықтан бұл жақта айтылмаған да сол. Көбейтеміз көлеміне. Көлемі бізде үш нәрсенің көбейтіндісі мынау. Үш нәрсенің көбейтіндісі. Яғни алып, бірді көбейтеміз 0,7-ге, оны апарып көбейтеміз 0,5-ге. Сонда бізде шығатын нәрсе 0,35. Оның көлемі 0,35 болады екен. Ал енді көбейтетін болсақ, бізде 350 кг деген ұғым шығады екен. Енді алып, мына формула негізінде 350-ді алып 10-ға бөле салсақ, онда бізде жауап шығады 35 шелек су шығады бізде. Түсінікті ғой? 35 шелек су шығады екен міне. Түсінікті ма? Сол үшін менің жауабы да сондай болып тұр. Менің жауабы дұрыс. Так, үшіншісі. Мыс шардың массасы берілген, көлем берілген. Шар тұтас па, әлде қуыс па дейді. Бұл не деген сөз? Егер тұтас болатын болса, қазір мен тапқан көлемдегі тығыздығы, ол менде 8900 шығу керек қой бір сөзбен. Немесе грамм айтатын болсақ 8-де 9 грамм бөлінген сантиметр куб шығу керек.
Міне осындай шығу керек. Егерде бүтін болатын болса, іші пустой болмаса, ал егерде іші пустой бос болатын болса, онда ол мынадан үлкен болып кетеді қазір тығыздығы. Түсінікті ма? Тексеріп көрейік. Тығыздық тапқан кезде m бөлінген v деп шығарамыз. Массасы 840, көлемі 120. Аламыз 840-ты 120-ға бөле салады екенбіз. 120-ға. Сөзде бізде шығады ровно 7 грамм бөлінген сантиметр куб. Сонда бұл уже бізде аз болып қалды ғой міне. Яғни аз деген сөз мынандай нәрсені білдіреді да, ішіндегі шариктің ішінде бос орын бар дегенді білдіреді осындай. Аз болып қалды. Яғни артық объем алып тұр ғой бұл жерде, түсінікті ме? Артық объем болған үшін бұл жақта тығыздығы аз болып қалады екен. Осы аз болып қалу себебінен ол дене бізде қуыс дегенді алады екенбіз біз. Қуыс бірдей емес та. Түсінікті ғой жауабы. Яғни қуыс болмағанда онда бізде не шығу керек еді? Қуыс болмағанда бәрі бүтін боялған болғанда онда бізде қайтадан 89 шығу керек еді. Жалғастырамыз. Так, пішіні күрделі ыдыстың көлемін табу үшін оны бос кезінде бір рет өлшейді екен, одан кейін оны суға толтырып қайтадан өлшейді екен. Сонда бос ыдыстың массасы 10 кг, ал суға толы ыдыстың массасы 20 кг, ал судың тығыздығы бізде 1000 болса, ыдыстың көлемін қалай табамыз дейді. Так, ыдыстың көлемін табу деген сөз ол мынаяқтағы ро тең m бөлінген v деген ішінен v тең m бөлінген ро болса жеткілікті ғой, енді осы жерде немесе бұл жақтан айырым арқылы табуға да болады. Бұл бізде енді дененің тығыздығы берілмеген екен, біз оны табылмаймыз ғой. Айырым арқылы таба алады екенбіз. Қазір түсіндіремін. Так, айырым арқылы қалай деп жатырмыз бұл? Қараймыз. Енді денем дейді, қараймыз. Пішіні күрделі ыдыс, қандай да бір фигураландай бір құмыра ыдысты алып суға саламыз. Бос кезінде, яғни бос ішінде дым жоқ. Осы кезінде не істейді? Бір рет салады екен суға. Сол кезде онда бос ыдыстың массасы 10 кг болды. Так, мына таразға өлшейді екенбіз бірінші очередте. Таразға өлшеген кезде мынаның салмағы m бізде болды 10 кг. 10 кг болған екен. Бұл бос кезінде. Ал енді суға толы кезінде өлшеген кезде, мынаның бәрі суға толы кезінде өлшеген кезде, таразға қойып өлшеген кезде 20 кг болған. Дұрыс па? Енді қараймыз. Осы жерден 20 кг болған м. 20 кг. Енді қараңдаршы, 10 кг артық масса қосылып кеткен ғой. Осы 10 кг қаяқтан келген? Дұрыстап ойланатын болса, ол көрініп тұр. Мынаған артық болған элемент ол су ғана ғой. Суды үстіне құйғаны үшін 10 кг-ға артты. Яғни м судың массасы 10 кг десем, келісеміз ба? Келісеміз, Енді көлемнің формуласын біз беріп қойдық, m бөлінген ро деп. Осы жерде енді қараймыз. Мен қазір апарып қоя салғым келіп тұрмын, m-ге тығыздығын апарып қоя салғым келіп тұр. Қойсам ол дұрыс шығады қазір, мен тексермесем де дұрыс шығады. Енді сұрақ, не үшін дұрыс шықты дейтін болсақ, онда бірақ жауап бар екен. Мына сұйықтың көлемі ыдыстың көлемін береді. Қайттан келеміз? Не үшін дейтін болсақ, онда қараймыз. Бізде 1 литрлік баклажка бар. 1 литрлік баклажка бар. Оның көлемін біз білмейміз 1 литр екендігін. Енді ішіне су құямыз, су құйғаннан кейін су толды, дұрыс па? Су толғаннан кейін осы суды алып бөлек өлшесек, оның көлемі осы судың көлемі мынаяқтағы бір көлемі, ол бізде v тең 1 литр деп айтқан болса, онда мына баклажканікі де 1 литр деп айту дұрыс емес па? Түсінікті ма логикасы? Яғни ішіне қанша су сияды, сонша литр, яғни баклажкамыз болады деген сөз емес па? Яғни біздің құтымыз, яғни мысалға литрлік құты болса, онда ішіне кіретін суда 1 литр болады деген сөз ғой. Тура солай, мынаның қанша көлемді ыдыс болатын болса, ішіне кіретін судың да көлемі қанша көлемдік ыдыс болса, соның ішіне сиятын судың да көлемі екеуі бірдей болмай ма? Сол үшін міне айтып тұрған нәрсеміз осыдан шығады. Яғни мынаның көлемімен, судың көлемімен, яғни в судыкімен в ыдыстікі бірдей болады деген сөз ғой. Сонда аяқтан мен в судыкі табатын болсам болды. Яғни массасы 10 кг, бөлемін тығыздығы 1000. Бөлетін болсам 0,01 метр куб шығады. Міне. Мынау яғни жауап шығады екен міне. Түсінікті ме логикасы? Осы мағынамен жұмыс істесек жеткілікті бұл жақта. Есеп түсінікті ойлаймын, бұл жақта енді жалпы идеясы сол. Яғни заттың ішіне сиятын көлеммен оның дененің өзінің көлемі бірдей болады дегенді білдіреді. Так, қандай бір дененің көлемінің 3-тен 1 бөлігі қорғасын, яғни бір не бар? Қандай бір дене бар? Мына 3-тен 1 бөлігі қорғасын, ал қалған 3-тен 2 бөлігі
қалайы дейді. Қалай осы екі элементтен араласқан екен дейді. Сұрақ, орташа тығыздық, мынаның общий тығыздығы қанша болады? дененің тығыздығын общий айтқан кезде қанша болады дейді. Оны табу деген сөз өте оңай, баға айтқан формасындай м бөлінген в қылып шығарсақ болғаны. Ендігі мәселе, оның көлеміне, оның массасын бөлуіміз керек. Енді оның көлемі ол түсінікті. Мынаяқтан 3-2, 3-1 деген екен, оның көлемі 1 деп ала саламыз. Яғни мынаның общий көлемі 1 дейміз де, мынаяқтағы көлем v1 бізде 3-1, v2 бізде 3-2 деп ала салсақ жеткілікті. Сонда общий көлемді қазір 3-2, 3-1-ді қоссам 1 шығады да, мен сол жерден мынаяқтан жазып қойсам, 3-1 қосу 3-2 бізде 3-3, яғни 1 ол бізде көлем болып шығады. Мен сол үшін мынаяқтан 1 деп алып алдым әдейі. Көлем бізде бар. Енді массаны қалай табамыз? Масса ол бізде жеке-жеке ρ1 v1 қосу ρ2 v2 деп тапсақ жеткілікті. Яғни жеке-жеке мынаның массасы мен мынаның массасын қоссам общий массаны береді ғой бізге. Сол мағынада. Енді ρ1 бізде 11400 көбейтілген 3-1 қосылған 7300 көбейтілген 3-2. Осы жерде есептейтін болсақ 11400-ді 3-1-ге көбейту деген сөз, ол 3-ке бөлу деген сөз. Яғни бұл жерде бізде шығады 3800 біріншісінде қосылған 7300-ді аламыз да, көбейтеміз 2-ге, бөлеміз 3-ге болады бұл жақта. Яғни мына жақта бізде сондай бір шама тұр ғой, 3-2 деген. 2-ге көбейтіп 3-ге бөле салады екенбіз. Сонда шығатын бізде 4867 деген ұғым шығады екен. 4867. Енді екеуін алып қосып жібереміз 3800-ге. Сөзде бізде болады жауабы, массасы м тең 8667 болады екен. Массасын таптық па? Неға апарып қоямыз соны? 8667. Сөзде мынаны 1-ге бөлетін болсақ, енді түсініктік 8667-нің өзі қайттан шығады екен. Бізде оған ұқсайтын бірақ жауап бар 8666. Енді бұл артындағы нені жуықтамаған ғой. Түсінікті ма? Сол мағынада. Жалпы менше түсінікті ойлаймын, бұл нәрседе асыл бағып андай анандай бір қиын нәрсе жоқ. Сондықтан менше бұл жақта түсінікті. Просто жалпы мағынада бұның көлемі 1 болып, массасы екеуінің қосылысынан, яғни ρv қосып салу жеткілікті деп түсінсек, жеткілікті бұл жақта. Так, енді кеттік. Күштерге қайтадан оралайық. Күш деген ол денелердің әсер ету дедік. Әсер ету бізде біреу-ақ болмайды, яғни атқарушы күште көп болуы мүмкін. Мысалға, екеу деген сияқты. Күштерді қосуға сәйкес сода. Егерде мысалға бағыттас әсер ететін болса, мынаяқтағы суретте көріп тұрғанымыздай, бір көлікті екі адам бірігіп итеріп жатыр, бірігіп итерген кезде олар бағыттас әсер еткен болады. Бағыттас әсер еткен. Сөзде күштер бізде қосылады екен, F1 плюс F2 дегендей. Енді қарама-қарсы әсер еткен болса, бір-біріне қарама-қарсы, онда олар машинаны қозғалта алмауы да мүмкін негізінен. Потому что машинаны итерген кезде білеміз ғой, біз адамдар машина итерген кезде қарама-қарсы итермейді бір-біріне. Өйткені ол енді эффекті болмай қалады, ол жақта itергеннен пайда жоқ қой. Не үшін пайда жоқ? Өйткені күштер азайтылып кеткені үшін. Егер екі жақтан екі мықты адам келіп итеретін болса, онда екеуі де осы жақтан андай не қылып жібереді, нөл қылып жібереді, сондан яғни нөл қылып жіберу ол күштердің айырмасынан түсіндіріледі. Түсінікті ғой? Перпендикуляр 90 градуспен десе, онда Пифагор теоремасы, бұны біз білеміз, векторлық шамаларды қосқан кезде Пифагор мен Көшелер теоремасы қолданылады деген. Осы міне Пифагор теоремасы қолданылып тұр. Енді екіншісі, кез келген бұрышпен әсер еткен болса, онда денелерде күштердің қосуы ол Көшелер теоремасымен орын алады екен. Астында көрсетіліп тұрғандай. Кеттік ал. Денеге бір түзу бойымен дейді, қараңдар. Бір түзу бойымен, мына бір адам, соның бойынан тағы да бір адам 9 ньютонмен және де 12 ньютонмен әсер етеді. Осыны график түрде белгілендір. Графикалық түрде деген міне көрсетіп тұрғандай графикалық түрде болып саналады негізінен. Түрде белгіленді және олардың тең әсерлісі қандай дейді. Тең әсерлісі деген бағыттас болса екеуін қосып саламыз дедік қой. Жауабы 21 ньютон екен. Міне есеп шығардық. Бір түзу бойымен денеге 2 ньютон, 3 ньютон күштер әсер етеді. Егер олардың тең әрекетті күші 5 және жоқ, осы күштердің де тең әрекеті 5 және 1 болуы мүмкін ба дейді. Мүмкін болса қандай жағдай дейді. Енді бір түзудің бойымен әсер етіп тұр дейді міне. Так, міне бір түзудің бойымен 2 ньютон, 3 ньютон. Мен бағыттас қылып сыздым. Бағыттас болса екеуі қосылып кетеді, 5 ньютон болады екен. Иә, 5 ньютон болады екен, бағыттас болғанда ғана, бағыттас. Кеттік ал. Енді қарама-қарсы істеп көрейік. 2 ньютон, 3 ньютон. Азайтып жібереміз. Негізі үлкеннен кіші айтылады негізінше. Яғни сонда біз жалпы айтқан кезде 1 ньютон қалады деп айтамыз. Үлкеннен 3-тен 2-ні айтқан кезде 1 ньютон орындалады екен қарама-қарсы болған кезде.
міне үйтіп жазып қойсақ жеткілікті. Қарама қарсы болған кезде қандай жағдайлар орын алады? Бағыт тас болса 5 ньютон, қарама қарсы 1 ньютон болады екен. Жалғастырамыз. Енді жалпы динамика деген сөздің өзіне оралайықшы. Күштердің мағынасын түсіндік. Динамика негізінен механикалық қозғалыстың пайда болуын, себеп салдарын зерттейтін механиканың бір бөлігі екен. Яғни дұрыстап ойланатын болсақ, дұрыстап айтатын болсақ, тұжырымдайтын болсақ, онда динамика ол дененің қозғалысы бар болса, сол қозғалыстың не үшін болатын және де болғаннан кейін не болатынына жауап беретін ғылым екен. Яғни мына топтың қозғалысына айтатын болсақ, мына топтың қозғалысы міне берілген. Айналып келіп мына қарай соқтығысқан дененің қозғалысы осы. Енді бұл неғып болды? Өйткені мынау жақтан былай F деген күшпен әсер етті деп айтамыз біз. Түсінікті ғой? F деген күшпен әсер етті. И одан кейін барады, доп неғып не істейді? Жаңағы бұрылу дегендердің барлығы дененің доптың қозғалысына қатысты жақтан негізі андай бір спиралевидный бір қозғалады ғой дененің добы. Бірыңғай тік болып бармайды, домалап, айналып барып қозғалады. Одан кейін ең жақтағы доптың болуы, мына әсер етуі, ең жақтан дененің қорғауының өзі барлығы күшке негізделген десек те болады. Енді дененің жақтағы қозғалысын қарайықшы. Міне шаңғышының секірген кезде қозғалысы қандай? Бұны біз негізінен параболалық қозғалыс деп атаймыз, иә, анау көлбеу бұрышпен әсер еткен кезде деген бар еді ғой, бұрышпен әсер еткен сөз параболалық қозғалыс болады. И бұл не үшін ондай болды десек, дененің жерге тартқаны үшін болды деп айтамыз. Сол үшін құлайды дене. Неге былай кетіп қалмайды, типа? Былай кетіп қалмайды, аспанға ұшып. Өйткені дене жерге тартады бізде, бәрін жерге тартып келе жатыр. Барған сайын дене қаттақ тарта береді. Сол үшін дене жерге қарай жаймен болса да құлай бастайды. және де оның екінші құраушысы бар, былай қарай тартып тұратын. Сондан екеуі бірігіп алысқа ұшады деген сөз ғой. Так, денеде үдеу қалай пайда болады? Кім оны тудырады дейді. Денеде үдеу пайда болатын себебін ескеру үшін, жалпы мысалға біріншісі неге қарайтын болсақ, мынаның үдеу пайда болады. А деген үдеумен, яғни В деген жылдамдықпен А деген үдеумен кетеді деген сөз. Ол не үшін жүреді десек, өйткені мынаны ол итеріп тұр ғой F деген күшпен. Тура мынаған да қатысты. Мынау міне А деген үдеуді алады, потому что мынау оған F-пен әсер етеді. Түсінікті ма? Сонда біз андай тұжырымдама шығады. Тұжырымдама былай шығарсақ болады. Денеде үдеу қалай пайда болады? Денеде үдеу күштің арқасында пайда болады. Түсінікті ма? Оны күш тудырады. Яғни денедегі үдеу пайда болу үшін күш керек. Түсінікті ғой? Күштің арқасында үдеу бізде пайда болады. Машинаның қозғалысын айтатын болсақ, машинаның қозғалысында бізде газды басамыз ғой. Сол кезде машина қаттырақ жүреді. Ал газды басу дегеніміз не ол? Мотордың күшін пайда қылу деген сөз. Мотордың күші пайда болған кезде дене бізде жылдамырақ қозғалады. Яғни үдеу пайда болады деген сөз. Күш бар жерде жазып қойсақ та болады. Байынан әдемілеп түртіп қоюға да болады оны. Мағыналай. Күш бар жерде үдеу болады деп жазып қойсақ та болады екен, міне. Үдеу болады. Міне. Осылай түртіп қойсақ та керемет екен. Түсінікті деп ойлаймын, бұл нәрсе. Так, осы нәрсені зерттеп, осы жаңағы үдеудің, күштердің болатынын зерттеп, екі ғылым негізі мықты зерттеумен айналысқан осы жерде. Исаак Ньютон мен Галилео Галилей. Біз бүгін Галилео Галилейдің тұжырымдамаларын, соның зерттеулерімен айналысатын боламыз. Исаак Ньютонды келесі сабаққа қалдырдық. Галилей ол өзінің негізі тұжырымдамасында Галилей принципі деген нәрсені қалдырып кеткен. Ол бірінші зерттеуі осы Пиза несінде, Пиза башнясында білеміз, анау үдеулерге қатысты әңгімені алдында айтып кеттік қой біз. Осы нәрсені айтып кеткен болатын ол өзінің зерттеуінде. Екінші нәрсесі осы Галилейдің принципін айтып кеткен. Оған жетпес бұрын Галилей принципі осы инерция санақ жүйелеріне келейік. Инерциалды дегендердегі инерция деген ұғым бар, инерция деген не ол бізде? Инерция дегеніміз дененің жылдамдығын сақтай алу құбылысы. Міне астындағы нәрселерді көрсек, міне қараңдар. Мынаға келген кезде, мына ұшып келді ғой астынан. Ұшып келген кезде мына адамды лақтырып жібереді, автобуста да білеміз ғой. Автобус бірден келіп тоқтаған кезде міне мынау үдеуі артқа қарай деген сөз, үдеуі біздің білетін жағдайда минус деген сөз. Минус үдеумен деген сөз. Үдеу минус болған кезде ол яғни торможение деген сөз, бізге тормоз беру деген сөз. Тоқтаған кезде адамды былай қарай лақтырып жібереді. Осы лақтырып жібереді не үшін? Өйткені адам В деген жылдамдықпен кетіп бара жатыр ғой. Сол жылдамдығын сақтай алғаны үшін адамды лақтырып жібереді. Тура солай керісінше үдеуі плюс болған кезде, адам тоқтап тұрған кезде автобус бірден жүріп кететін болса, онда адамды артқа қарай лақтырып жібереді. Яғни оның жылдамдығы нөл еді ғой, В тең нөл еді ғой. Соны сақтап қалады да, ол тоқтап қалу керек, яғни тоқтап тұрғысы келеді. Автобус жүрген кезде адам
құлап қалатын себебі де осыдан екен бізде. Түсінікті деп ойлаймын бұл жақтағы, иә. Осы жылдамдықты сақтай алу құбылысы, яғни жаңағы автобус резко жүріп кеткен кезде адамның құлап кетуі, немесе резко тормоз берген кездегі адамның құлап қалу құбылысы, осы инерция деп аталатын нәрсе екен. Инерциялы санақ жүйелері деген сөз ешқандай күш әсер етпейтін материал нүкте тыныштық күйде немесе бір қалыпты түзету қозғалыста болу, яғни осы жылдамдықты сақтай алу қабілеті деген сөзді айтып тұр бұл бізде. Инерциялы санақ жүйелері деген осы Галлей принципіндегі мына нәрселерді айтамыз. Кеттік, ал Галлей принципіне жетіп алайық. Галлей принципі былай айтады бізде: бірдей бастапқы шарттарда өзара қатысты бір қалыпты қозғалған кез келген инерциялы санақ жүйелерінде барлық механикалық құбылыстар бірдей өтеді. Оқытатын болса, бұл өте түсініксіз, иә. Бұл жақта маңызды нәрселер мыналар. Кез келген, мынаға назардарымыз. Кез келген деген сөзге назарымыз. Инерциялды санақ жүйелері деген сөзге назар аударамыз. Механикалық құбылыстар бірдей өтеді. Қарап айтатын кез келген инерция санақ жүйелерінде механикалық құбылыстар бірдей өтеді. Негізгі сөз осы. Қалғандары андай толықтыру үшін айтылып кеткен сөздер. Енді кеттік, ал кез келген инерциялы санақ жүйелерінде механикалық құбылыстар бірдей өтеді. Механикалық құбылыстар деген не ол? Механикалық құбылыстар деген дененің қозғалысы деп айтайық. Дененің қозғалысы деген нәрсені айтайық. Механикалық құбылыстар болсын. Енді бірінші неде? Мына жақта не көріп тұрмыз? Екі инерция санақ жүйесі берген. Ол номері 1 инерциялы, номер 2. Номер 1-де адаммен жаңағы не бар? Қозғалатын көлік дей салайық. Екі дөңгелегі бар екен ғой, міне. Екі дөңгелегі бар, бұл көлік дей салайық. Адам және де көлік. Бұл инерция санақ жүйесі, номер 1-ші инерция санақ жүйесі. Бұл жерде сиді адам мен көлік, яғни мысалға қазір мен отырмын ғой осы жерде. Мен отырған кезде мен үшін осы бөлме ғана болады да, мен үшін. Түсінікті ма? Ал енді мынау адам үшін оған инерция санақ жүйесі осы өзімен сыртқы ортасы ғана. Ол даланы көріп тұрған жоқ, ол көліктің ішінде отыр. Ол не көреді? Мынау қолындағы допты жерге лақтырып жібереді. Ол доп не істейді? Жерге қарап құлайды, міне. Болды. Яғни ол доптың құлағанын ғана көреді ғой. Ал енді екінші инерция санақ жүйесі бойынша мынау сыртқы адамның қарағанын айтайық, міне. Сыртқы адамның қарап тұрғаны. Ол не көріп тұр? Ол автобустың қозғалғанын көріп тұр. Автобус па немесе көлік па қозғалғанын көріп тұр. Соған сәйкес доптың қозғалысы оған мынандай параболалық қозғалыс болады. Міне, егер допты көрген болса ол. Түсінікті ма? Өйткені доп бізде жерге құлап баратыр, былай қозғалып баратыр ғой. Түсінікті ма? Автобус бойынша кетіп баратыр, доп жерге құлап баратыр. Соған сәйкес дене жаймен былай құлап жерге мінәшке жетеді екен. Ал негізінен ол дене жай ғана былай қозғалған еді. Түсінікті ма? Сонда бізде екі көзқарас бар. Дене жаңағы добымыз қалай қозғалған? Тік па? Параболалымен қозғалған ба? Екеуімен де қозғалған. Жай ғана біз қайсысымен қараймыз. Түсінікті ма? Осыған байланысты айтылған. Осы біздегі екіге бөлуіміз инерциялы санақ жүйесі деп аталады. Ал Галлейдің принципі осы екі процестерде, екі инерция санақ жүйелерінде қозғалыстың болатындығы, яғни жылдамдықтың тұрақтылығы, жылдамдықтың сақталуы, тағы не бар? Жылдамдықтың өзгеруі барлығы мынаған сәйкес бір бөлек өтеді, мынаған сәйкес тағы бір бөлек өтеді дегенде айтады. Түсінікті ма? Яғни әрбір жүйеде механикалық құбылыстар өзіне сәйкес бірдей өтеді, өзінде өтеді, яғни келесі денемен уже басқаша қалыптастырылады дегенді айтады екен. Галлейдің принциппен біз Эйнштейннің постулаттарын өткен кезде алдағы сабақтарда тағы бір өтетін боламыз. Бірақ ол кванттық физикаларда, салыстырмалы физикаларда өтетін боламыз. Бұл уже бөлек әңгімеге келеді. Так. Жалпы бүгінгі тақырыбымыз осы динамиканың ғылымымен, осы Ньютон қалыптастырған динамиканың ғылымымен толыққанды танысу болатын. Біз жалпы таныстық, массаны өттік, күштерді өттік, Галлейдің принципі болатын өттік. Бірақ негізінен Галлейдің принципі негізінен теориялық деңгейде ол сұралмайды. Бірақ жалпы білген дұрыс, инерция деген екен білген дұрыс. Жалпы осы қозғалысын болатын түсіндік. Барлықтарына сол пайдалы білім тілеймін. Жалпы айтқан кезде келесі сабақтарда біз осы динамиканы толыққанды ашатын боламыз. Яғни күштерге негізделіп тоқталатын боламыз. Рахмет, сау болыңдар.